Сәлем менің супер көрермендерім. Бүгін сіздерге осындай қайнатылмайтын, оңай әрі тез дайын болатын салат дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен осындай тазалап жуған қызанақтарды турап аламыз. Қызанақтарымызды турап болған соң блендерден өткіземіз, немесе қалауыңыз бойынша ет тартқышынан өткізсеңіз де болады. Осылай ұсақтап. Қызанақтарымызды блендерден өткізіп болғаннан кейін осындай ашық қалампарды және де 4 түсе сарымсағымызды салып, жақсылап қоғытып блендерден өткізіп, барлығын араластырып аламыз. Қалауларыңыз бойынша әскө қоссаңыз да болады. Мен осындай укроп қостым. Укропты майдалап турап аламыз. Татымына қарай тұз саламыз. Сосын бұл салатымыздың ең бір құпия сәті болып, осындай аспиринді ұсақтағанымызда бір таблеткасын осылай салып жібереміз. 1 литр салатымызға 1 таблетка саламыз, яғни 1 килограмм помидорымызға осындай 1 таблетка аспирин салып жібереміз. Ұсақтап, сосын барлығын осылай араластырып аламыз. Осылай барлық массамызды араластырып болғаннан соң тазалап жуылған баклажкаға воронка арқылы құйып аламыз. Құйып болғаннан кейін салқын жерге немесе тоңазытқышқа сақтасаңыздар болады. Егер менің видеомды ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаңыздар, және де келесі керемет видеоларды жіберіп алмаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше қыздар.